Нуриктің келегі. Жалпы негізгі түпкі мақсаттары той ғой, Сәлем social media жайлы ойың сол күйінде қалды ма қазір? Курткасына дейін ойнатып жіберген ғой. Бұйырса қаншама ойнатамыз ғой бәрін. Барлықтарына сәлем, қысқасы мен Алматыдамын. Біз Нұржаулет екеуміз спортласқан болатынбыз. Нұржаулет айтады, біздің інілер үйімшыл, любой жер шайқап тастайды. Мен айтамын, қайдам деп. Сөйтіп не керек, былай спортластық. Егер де 5 күн ішінде 40 мың үйімшыл інілер осы каналға тіркелсе, мен Нұржаулеттің қолына 50 мың теңге ұстатамын. В общем, 337 мың болу керек қой бір сөзбен. Сондықтан інілер Нұржаулетті подвоить етпеңдер. Арнайы інілер болса, жазылыңдар. Активность побольше, лайк. Нуриктің келегі. Конкурс шын болды ма осы? Конкурс? Еші өтірік қой. Машина, новый машина, янып Ай, красава. Сонымен конкурс өтірік болды дейсің ғой? Өтірік. Сен негізі YouTube-тан бастадың. Энелайс TV. Жалпы Instagram-ға секіріп кетуіміздің себебі. Командамдан тарап кету байланысында. Instagram-да көтерілу оңай ма, YouTube-та ма? Инстаграмда оңай. Неге? Жеңіл әзілдер. YouTube серьезно. Бұйырса, серьезно аламыз. Түсіру де қиын, түсіру жағдай қиын. Проект керек, команда керек. Оның бәрін бағалайды. Дәл солай. Сәке, танысқаныма қуаныштымын, ал кездесіп жатырық. Негізі біраз танимыз, осы ғой, жолығып жатқанымыз. Сәт түскен кезде келдіңдер. Жалпы Қазақстанда YouTube жайлы қозғасақ, YouTube-тың дамуы қаншалықты қарқынды? Серьезный контент болып кетейін бе қазір? Нормально. Араластырамыз ғой, Нұрдәулет бар ғой. Әлі шер бар мына жақта. Бүгін тойға шаттық қалса. Дебют соңғы осы 2 жылдың ішінде қарқынды, қатты жақсы таңдалды. Қазір кәдімгідей бірлермен араласып, уже сөйтіп жатқандар аз да. Өйткені осыған дейін дәл сондай жағдай орыс тілдегі Қазақстандағы блогерлерде көп болды. Олар да әр жерден бір-бірден шығады, кейін бір-бірлеріне қарап, мысалы мына жігіттердің барлығы, бұларды бір уақытта шыққан жоқ қой, просто мысалы Жека Таразда жүріп бірдеңке түсірді, мынау Ахмат өзі университетте жүріп бірдеңке түсірді, бәрі бірге бастады да. Тапты. Сөйтіп команда болып кетті, комьюнити болып кетті да. Бізде тура солай ақырын болып отыр, бірақ қазақ тілдегілер енді все-таки ұйымшылдау сияқты маған, мен ойымша да. Солай. Келесі жаңалықтар еді. Құрметті достар, уәде еткендей тіркелуші саны 300 мыңға жеткен кезде мен Сәлем Social жайлы контент шығарамын деген болатын. Уәдемде тұрдым. Негізінен Сәлем жайлы ашық айтқан бірінші адамдардың бірі Air компаниясының басшысы Сұңғат болатын. Біздің досымыз әрі серіктесіміз. Алматыда барлығымыз кездесіп әдемі отырыс болды. Сәлем Social жайлы сұрамай кете алмадым шыны керек. Өзіңді мен негізі ең бірінші танығаным сенің постың. Маған өте ұнады. Сәлем social media жайлы. Ол қателеспесем 35 мың ба лайк жинап тастады, 40 мың лайк жинап. 39 мың. Сәлем social media жайлы ойың сол күйінде қалды ма қазір? Өзгеріс болған жоқ. Ешқандай өзгеріс болған жоқ. Қазір ешқандай бір олар өздерінің бағыттарын бұрған жоқ қой, сол қалып кетіп барады. Просто адамдар память короткая дейді ғой. Иә. Дейді да бір күннен кейін бәрі ұмытады да. Дальше көре береді, қабыл ете береді. Конечно. Мысалы сол уақытта кішкене подписчиктер азайып қайттан қазір зырлап өсіп барады. Ешқандай түк болмаған сияқты. Бәріне қойылатын бір сұрағы. Олар сіздерге шықты ма? Саған жазды ма? Шықты. Бірнеше адам шықты, әртүрлі хабарласып. Сол өзінің прям Сәлемнің өзінен бір 4 адамдай хабарласты. Тікелей. Қай жағынан? Жақсы жағынан, жаман жағынан? Енді прям конкретно шаш айтқан жоқ, бірақ андай намекпен сөйлескен әңгімелер болды, типа абайлап жүр деген сияқты баяғысында әңгімелер болды. Болды, одан кейін артық неған жоқ. Ары қарай ана Көктөбеде олармен бір кездесіп, солардың бастықтары әкелері. Сол кісімен бір кездестік. Александр Аксютис. Былай ашық айтқанда атын айтайын. Сол кісімен бір сөйлестік, одан кейін ол жерден аяғы немен бітетінін примерно біліп ойладым, енді болжадым. Сол менің сөйлеген бір жақ оларды көпшілік болып басқаша бас кетпесін деп өзімше ана кісілер ертіп келдім да жаңағы. Кімді? Мұратты, жұрттың баласын, одан кейін Дима за нами выехали. За нами уже выехали. Солардың бәрін ертіп бардым, давайте бірге болады дедім, олар давай деді. Сөйтіп сөйлестік. Бірақ сонда да енді прям онша күшті болған жоқ. Ақырында Дима кімді шақырып алды, жаңағы недеше? Интервьюға шақырды ғой, көрдім оны. Интервьюда енді кәдімгідей қызық болды енді. Бірақ сонда да ашылмаған сияқты. Мен Диманы орында болғанда ана Википедиядағы жалпы факттарды көрсететін едім да бұл жерде. ERG ол қозғаған жоқ негізі. Ол жағын қозғағысы келген жоқ ойдым. Өйткені мен оған айттым, сен қалай енді интервьюді жүргізесің деген кезде жалпы ашып айтқан жоқ, қазір мен былай айтамын. Сенің сұрақтарың, сенің материалдарыңды қолданамын деген жоқ. Просто менің өзім сұрақтарым бар. Өйткені енді мен ойымша олыңқы да бір шетін дұрыс сияқты. Адамдар мына жақта кішкене мен арқылы бір ақпарат біліп қалды, мына жақтан екінші жағынан ашып алған сияқты да. Бірақ все равно енді былай жалпы алғанда қатты өзгеріс болған жоқ. Сосын сол кезде ол
бастықтар айтты осылай біз ана жоғарыдан ақшаны осылай компаниялар арқылы аламыз деп, соның ішінде жаңағы BTS дегенді айтты, ERG дегенді айтты. Соны енді кішкене Википедияны ашсаң шынымен де бәрі жазылып тұр. Иә, үкіметтікі ғой. Қаржы министрлігі, қаржы министрлігінікі ғой негізі. Былай ғой 20-20-20%-тен жаңағы олигархтар бөліп алған, жаңағы Машкевич бар, Поток Шодиев, Алиджан Ибрагимов үшеуі. А 40% основной қаржы министрлігі, Министерство финансовтікі. Сол жерде бір қыз болды, Инстаграмда как раз сразу сол болған кезде ертесі күні ма или сол күні ма жаза бастады. Менде ақпараттар бар қосымша, ана сотрудниктардың ішінен көп қыздар жазды да еще. Сотрудниктар жазды, мен шынымен сотрудникпін, бірақ мен қазір ақпаратты өзім кім екенімді айтсам, ертең бір белгілі болып қалса мен Проблема болады. айтпай ақ қойын деді. Жарайды, анонимно айта бер дедім. Көп ақпарат жіберді. Даже ана кісілер енді кейін біраз құжаттардың нелерінде берді ғой енді. Дәлдейді. Гакутовадағы Нұржан Еркінұлы бар ғой, ведущий. Сол алдында бір бағдарламада айтып қалды да. Көп блогерлер жаңағы контрактқа отырғанда, сол жақта если бір нәрсе айтатын болса, төлейтін штрафтары бар, 66 миллион. 66 миллион. Сол да рас па жалпы? Енді Нұржан айтқан сөзін мен айта алмаймын. Өйткені оның көрген нәрсесін мен көрген жоқпын, бірақ суммалар примерно сондай. Бір конкретно блогерлер бар, олардың суммалары осы жаңағы 50 миллионнан кішкене көбірек қазір егер қателеспесем, 60 миллион теңгенің көлемінде. Сондай штраф. Ол штраф дегенде просто штраф емес, олардың егер былай да 10 миллион теңге олармен жұмыс істеген болса, егер жаңағы нарушение жасасаң, сол 10 миллион теңге бәрі қайтарып беруің керексің да. То есть олар үстіне қоймайды екен да. Просто қанша ақша алдың, соны қайтарып беруің керексің. Получается, тегін жұмыс істеген сияқты боласың да. Енді сен еңбектен жұмыс істегеннен кейін анау ақшаны қайтарып бергің келмейді, тем более сен алғаннан кейін сразу жаратып бересің. Сол Әлішер өзің не айтасың енді осы жайлы? Мен сәлеммен Өздерінің өлеңдерін мен тыңдаған жоқпын, маған тыңдатпай жатыр негізі. Сен өлеңді айтшы, өлеңді. Жалпы негізгі түпкі мақсаттарын той ғой, Негізінен тфай-тфай қазақ YouTube болсын, қазақ Instagram болсын дамып келе жатыр. Осыдан 2 жыл бұрын YouTube'ты бастаған сәтте бәрі орысша болатын. Роликте біле берсеңіздер YouTube'дан бастаған. Біз екеуміз осыдан 2,5 жыл бұрын танысқанбыз. Кейін ғой Instagram болып өшкені. Бірақ екеуін де бірге алып жүр. Сол кезде өзімізше әңгімелескенде ойланатынбыз, қашан қазақ тілді контент қарыштайды екен деп. Бар болған 2 жыл өтті, көріп тұрғанда YouTube'да да Instagram'да қазақ тілді блогерлер орыс тілдерден озды. Бұл құрметті көрермен, бәріміздің жеңісіміз. Қазақ тілді арналарға сенген сіздерге рахмет. көрімдік. Құдайға шүкір қазақша контент дамып келе жатыр. Баяғыда мен енді блогты бастаған кезде өзі Нұрдәулетте көп подписчиктер YouTube'та. Нұрдәулет негізі ютубер болды ғой. Сол маған шығып, осы мені тартып, екеуміз жақсы достасып кеттік. Сол кезде екеуміздің арманымыз қандай еді айтшы? Қазақша аудиторияны мойындату, Қазақстанды мойындату, қазақша тілді мойындату. Қазір мойындап жатыр қазақшаны. Қазір Тфай-тфай өздері қазақша мойындап жатыр. Бұйырса қазақша мойындатамыз ғой бәрінде. Instagram, YouTube. Машина қазір қайда? Таразда ол бала мәз болып кетті. Негізі шынымен де ол бұл нәрсенің еще историясы бар да. Получается, ол жігіт енді тұрмыс, семья құрған, одан кейін үйлену үшін машинасын сатқан, той жасау үшін. Сол себепті как раз тура бізге керек осындай адам ұтып алсын деп еді. Сондай адам ұтып алды. Ол бала получается ақша керек болып сатқан, дәл қазір ол машина Таразда. Тараздың жігіті сатып алды, жаңа жігіттен, жаңа жігіт сатып алды. Ол бала негізі Тараз жігіті бізден сат деп сұраған машина. Сатшы деп. Ол сатқан жоқ. Сатқан жоқпыз. Вольво сатып алды бірақ. Вольво сатып алды бала, қоймай. Орысша сөйлеу. Да, кран, да. Сколько будет? 25? 25. Вам перезвоню. Подожди. Опять ты? Да. Опять с камеры? Конечно. Отстань, брат. Айта қойған ғой, кеше 22-да апардың қыста шығарымсың. iPhone Pro. Міне. Кішкене озық па? Күнде миллион тауып жүрген жігіт қой. Әдейі тастаған жоқ. Қасымда қазір Ерғанат, Ереке, осы Bouquet Company деген компания бар, соның басшысы. Қазіргі таңда қазақ тілді блогерлар деп айтайын, қазақ тілді блогерлардың дамуы өте жақсы. Аллаға шүкір жақсы. Қазір бұрынғыдай емес, қазақ тілді блогерлармен көп адамдар, көп компаниялар санасады, соған келе жатырмыз. Алла бұйыртса. Ол үшін біздің блогерлар көп жұмыс істеу керек. Контент, сапалы контент жасауға тырысу керек. Бірден бір мен ең бірінші YouTube, мысалы біздің компаниядағы ең бірінші тіркелген YouTube канал, бірақ енді ол тіркелудің бір өзінен бір себебі бізге сапалы контент және дұрыс көзқараспен жасайтын блогер керек болды. Сол себепті біз Адик өзіңмен келісіп
осы компаниямен мысалы жұмыс істеп келе жатырмыз қазіргі таңда. Канал енді өзің де білесің, ол қазақтар айтпақшы көзге мақтамаймыз, бірақ ең қарқынды, ең дұрыс бағытта өсіп келе жатқан каналдардың бірі қазір осы Қазақстанда. Елікте отқан қалай екен? Елете отқан ба? Айтып тұрмын ғой, андай іріленіп кетесің, жол бермейсің ешкім өйтіп. Біз осы 2019-ның ақпан айында мен Түркістанға барған тұғым, сол кезде Нұрдәулеттер күтіп алды мені. Ол кезде қателеспесем қанша түгіл подписчик? Жаңа жылдан 120 тонна. Иә, 120 мың подписчик. Сол кезде енді не план деген кезде, білмеймін, жазда мороженое сататын шығармын деп сөйтіп отқан ба? Жұмысты қайтадан бастайтын. Қазір қарасам геликпен жүр уже. 2019-ның мысалы аяғы басында қандай, аяғында қандай. Қазір 700 мың асып подписчигі. Арман ғой, арман. Арманнан бөлек еңбек бар. Арманмен ұйықтап, мақсатпен оян деген сияқты. Бірақ мен голубой емеспін десей. Макспен оян десе. Еңбек, иә, дұрыс айтады. Талант 1%, 99% еңбек. Орыстар айтады ғой, порядок бьет класс дейді. Қанша жерден талантты болсаң да, бірақ еңбек дұрыс істей алмасаң, оның пайдасы жоқ. Қалай порядок бьет класс деші? Порядок біледі. Достар, барлық контентке мүмкіндік қала Алматы екен. Жалпы Алматы қаласына көшейін бе? Комментке жаза кетіңіздер. Бағана Нұрдәулет екеуміздің спорымызды ұмытпаңыздар. Айтпақшы, мен ұялы телефонмен қалай күшті кадрлер түсіруді үйретіп жатырмын. Осындай кадрлер түсіруді. Соткамен күшті видео сүргіңіз келсе, комменттегі сілтеме бойынша менің телеграм каналыма тіркел. Барынша лайк, барынша осы видеоға репост, ал сіздермен бірге болған мен, Авай Адикус, келесі кездескенше. Ahí, ña, ña, ña,